Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы кішілерге қамқормын. Бүгінгі сабақта біз әңгімедегі негізгі ойды анықтауды және соған қарай әңгіменің атауын өзгертуді үйренеміз. Және бүгінгі сабақта әңгіме кейіпкерлерінің іс-әрекетін сипаттауды үйренеміз. 58-ші бетте 23-ші тақырыпты ашамыз. Бүгінгі күннің жадымен тақырыпты жазамыз. Балалар, мына суреттерден ребусты шешіп көрейік. Ең бірінші қол, қанаты. Қол, қанат. Балалар, бұл қол қанат сөзі қазақ тілінің емлесіне сәйкес қолғанат болып айтылады. Кітапта балалар осы мәтін екінші тапсырмада мәтінді берілген. Мәтін қолғанат деп аталады. Яғни балалар, қолғанат деген сөз жәрдемші, көмекші деген мағынаны білдіреді. Яғни, мысалға, кішілер үлкенге қолғанат болады. Үлкен кісілерге қасындағы балалары, немерелері қолғанат болады. Енді балалар, осы мәтінді бірге оқимыз. Сәкен шаруаға ұқыпты болды. Үстін тап-тұйнақтай таза ұстайтын еді. Ағайынды жетеуміз. Сәкен бәрімізден үлкен. Жазды күні ол бізден бұрын оянады да үй шаруасына көмектеседі. Біз оянып далаға шыққанда Сәкен есіктің алдында жүреді. Сонан соң бәріміз мөлдір бұлақтың басына барамыз да жуынамыз. Сәкен әуелі кішкентай қарындастарымыз Рахима, Халима, Сәлималарды жуындырады. Шаштарын тарап, өріп береді. Сонан кейін барып өзі жуынады. Біздің күндегі әдетіміз осы. Қайтадан қаз-қатар тізіліп алып ауылға қарай жүреміз. Айналайын менің ақ қыздарым деп анамыз Жамалбекке есік алдынан бізді қарсы алады. Сәкеннің маңдайынан сүйіп жатып, қолғанатым менің дейді. Рахима, Халима, Сәлималар мұнтаздай тап-таза болып тамаққа отырады. Бұл әңгімені жазған мәтіннің авторы Мәжит Сейфуллин. Ол ақын әрі жазушы Сәкен Сейфуллиннің інісі. Балалар, енді осы мәтін бойынша кестені құрып, осы кестеге жазамыз. Мәтіннің авторы, мәтіннің атауы және мәтіндегі кейіпкерлер және мәтіндегі негізгі ой. Ең алдымен мәтіннің авторы ол Мәжит Сейфуллин. Ал мәтіннің атауы қолғанат. Мәтіндегі кейіпкерлер Сәкен, Мәжит, Рахима, Халима, Сәлима және анасы Жамалбике. Мәтіндегі негізгі ой: Сәкен ерте тұрып үй шаруасына көмектеседі. Ол кішкентай қарындастарын жуындырып, шаштарын өріп береді. Анасы Сәкенді қолғанатым дейді. Балалар, енді осы мәтінге басқа қандай атау беруге болады? Мысалға, қамқор аға, қамқорлық деген атауларды беруге болады, я? Балалар, енді осы мәтіннің, яғни осы әңгімені жазған Мәжит Сейфуллин туралы айтамыз. Ол ақын әрі жазушы Сәкен Сейфуллиннің інісі. Бұл Сәкен Сейфуллин кім, балалар?
Балалар, Сәкен Сейфуллин ол қазақтың ақын әрі жазушысы. Қазіргі қазақ әдебиетінің негізін құраушы, қоғамның мемлекет қайраткері, Қазақстан Жазушылар Одағының негізін қалаушы. Осы Сәкен Сейфуллиннің де көптеген шығармалары, көптеген өлеңдері бар. Сәкен, балалар, мына жерде Мәжит Сейфуллин өзінің ағасы туралы айтқан. Яғни Сәкен ұқыпты, тап-тұйнақтай, таза, кішіге қамқор, үлкенге қолғанат деп өзінің ағасы Сәкенді сипаттайды. Бала Сәкеннен қандай үлгі алуға болады? Бала Сәкеннің қандай қырлары бар? Жақсы балалар. Осы мәтін бойынша мәтіннің атын өзгертіп қойдық. Негізгі ойды таптық және Сәкенді сипаттадық. Оның іс-әрекеті туралы көзқарасымызды білдірдік. Балалар, енді қолғанат мәтіннің мазмұнын айтамыз.